Байқамай шалынып құлап қалсаң да, біреуді сағынып жылап қалсаң да, ең жұмбақ сырыңмен бөліскің келсе де, ең жақын адаммен көріскің келсе де, шақыр мені. Ең адал махаббат сезінгің келсе де, ең ыстық адамнан безінгің келсе де, ең биік нүктеде самғағың келсе де, ең қиын шешімді таңдағың келсе де, шақыр мені. Ең ұзақ сапарға аттанарда да, ең ұзын шығарма жаттағанда да, ең ауыр жүгіңнен шаршағанда да, ең сұлу даусыңмен ән саларда да, шақыр мені. Ең алғаш жүрекпен сүйгің келсе де, ең соңғы жүрекпен күйгің келсе де, ең ащы көзіңнен жас тамарда да, ең тәтті бақытың басталарда да, шақыр мені. Ең дұрыс адам боп жетілгенде де, ең қате қадамға өкінгенде де, ең қатты құмартқан тәтті өмірге де, ең қатты қорыққан сәттеріңде де, шақыр мені. Ең сұлу айға тамсанғың келсе де, ең жарық күнді қарсы алғың келсе де, ең үнсіз жолмен сыр ұқтырғың келсе де, ең сырбаз жігітті күттіргің келсе де, шақыр мені. Адамдар жайында ойланғың келсе де, бақыттан мас болып айналғың келсе де, ең ұлы мереке тойлағың келсе де, ең тәтті бала боп ойнағың келсе де, шақыр мені. Мұхиттар кешіп кеп тау аттасам да, ақ дауыл боран бет қаратпаса да, ұйықтап жатсам да барам. Мұны жұрт аналық сезім дейді екен. Өйткені жүрегі ананың көз ілмейді екен. Жоқ мендей дос саған, шақыр, 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 мен келем қызым. Қабірден басқадан келетін жол табам, сөз берем қызым.